Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бүгін мен Флэш. Достар, бүгін бізде өте керемет видео. Достар, бүгін видео сіздерге, өздеріңіз білетіндей қазақ ютубын дамытып жүрген Ероха жайлы керемет. Сіздер білмейтін нәрселерді айтатын боламын. Яғни бүгінгі видео толық Ероха жайлы болатын болады. Оны көбісі таниды деп ойлаймын, және танымайтындар болса, ссылкасы описаниеда болады. Кіріп көріп танып кетіңіздер. Ал ендеше көп сөйлей бермей видеоны бастайық. Достар, біріншіден Ероха деген кім? Ероха дегеніміз, достар, ол қазақ ютубын дамытып жүрген ютубер. Қазіргі таңда 45 мың подписчигі бар. Және де ол Шелзидің гильдиясының офицері, және де Шелзидің жақын досы. Және де ол өте керемет ойнайтын олд игрок. Яғни өте керемет бұрыннан келе жатқан ойыншы. Достар, тағы да айта кететін болсақ, Ероха бұрын ол блогер болған. Яғни осы Free Fire'ға келмес бұрын блогерлік каналы болған. Ол жерде ол өзінің блогтарын, түрлі видеолар түсірген, достар. Сондықтан оның бұрынғы блогерлік каналда болған. Достар, тағы да Ероха естуімше ол Атырау облысында тұрады. Яғни нақты қай жер екенін білмеймін, бірақ Атырау облысында тұрады. Және де Ероханың ұстайтын телефонда Redmi 7, яғни кәдімгі өздерің ұстайтын Redmi 7. Достар, тағы да Ероха ол өте позитивті бала, яғни ол үнемі көңілді жүреді, және де прикол айтып жүреді. Яғни білмеймін, оны мұңайып жүргенін естімеппіз вообще. Себебі Шелзидің түрлі өзінің де стримдерінен байқаймыз, ол вообще мұңаймайды, всегда позитивті, бәрін әзіл өтіп, бәріне прикол айтып отырады. Бұл өте керемет қасиет деп ойлаймын. Және де достар, Ероханың тез дамуына көмектескен ол әрине Шелзи. Яғни ол Шелзи арқылы тез дамып, және де өзінің де видеолары рекомендацияға шығып, көп просмотр жинады. Достар, және де Ероха жайлы биография айтып кетейік. Ол 2005 жылы дүниеге келген, және де оның туған күні 16 тамыз. Және де мамасының туған күні деп шәйік бетсең, Және де достар, Ероха жайлы тағы да оның түрін көргілеріңіз келсе, басқадан фотоларын көргілеріңіз келсе, оның инстаграмы бар, инстаграмнан көрсеңіздер болады. Және де Ероха, менің ойымша, ол, по-моему, спортқа қатысады. Яғни медальдар өте көп көріп тұрғандарыңыздай, мен бұны инстаграмнан байқап көріп қалдым. Достарға не бәріміз бар, Ероханың каналына тіркеліп, тезірек 100 подписчикке жеткізейік. Сөзді Ероханың бір мақсатын орындайтын боламыз. Және де одан кейін ол да компьютерді тез алып, керемет стримдер жасайды деп ойлаймыз. Және де достар, біз тек қана Ероха жайлы айта кете бермей, яғни оның гильдиясы Каз Республик жайлы айта кетейік, достар. Ол гильдия өте керемет гильдия, оның офицерлер Ероха, және де тағы да бір бала атын ұмыттырып, және де оның лидері білетіндеріңізді Шелзи ашқан, яғни КЗР гильдиясы. Достар, бұл гильдияда өте керемет ойыншылар бар, Паркет, 4G деген сияқты. Яғни мен білеттерім осы, Лев, Тима, көп айтыр. Яғни ол жерде өте керемет ойыншылар бар. Достар, яғни ол гильдия өте керемет дамыған, 4-ші уровень, және де ол топ 300 гильдияда бар, по-моему, мен ойымша бар, кірген. Және де ол гильдияда өте көп, яғни подписчиктермен, яғни өте көп араласады, себебі Шелзи комната ашып өзінің стримді активный болып отырады. Достар, міне осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеоңызды міндетті түрде лайктарыңызды басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Яғни достар, мен сіздерге көп нәрсе айттым деп ойлаймын. Енді білмеген нәрселеріңіз болса, білген шығарсыздар, ондай болса лайктарыңызды басып, міндетті түрде мені қолдап кетіңіздер, достар. Мына подписаться деген қып-қызыл кнопканы сұр кнопкаға айналдырып, лайк деген батырманы басып, көпке айналдырып жіберіңіздер. Достар, сол кезде маған очень приятно болады. Достар, сол кезде мен қуанатын боламын. Сіздермен бірге болған мен Флэш, амандықта жүзгенше, давайте.